белгісіздік, құпия. Әркез адамның қызығушылығын оятып, ар жағында не бар екенін білуге ұмтылдырған. Адамзатты қоршаған сондай құпияның ең үлкені ғарыш. Аспандағы жымың қаққан жұлдыздар мен ол жақтағы болып жатқан сан түрлі құбылыстар адамзатты ерте кезден еріксіз қызықтыратын. Осы қызығушылықтың екпінімен адамзат ғарыштық технологияларды игере бастады. Ғарыш десе есімізге бірден зымырандар түседі. Ал елордамыздың төрінде тұрған мына зымырандар қайдан келді? Оның қасындағы мына ғимарат не ғимарат екенін білгіңіз келсе, видеоның соңына дейін көріңіз. Бұл өңірді ұлттық ғарыш орталығы деп атайды. Жалпы Қазақстан ғарыш саласында бірнеше негізгі ұйымдар бар. Бүгін біз солардың ішіндегі ғалам жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне тоқталатын боламыз. Аталмыш компания жасанды жер серіктерінің сан алуан түрін жасаумен айналысады. Бұл жерде өндірістің барлық деңгейлері мұқият қамтылған. Атап айтатын болсақ, әрине ең алдымен жобалау деңгейі орындалады. Білікті инженерлер болашақ құрылғының жалпы құрылымын, ішіндегі электроникасын, тіпті бағдарламасын да мұқият жобалап, бірнеше мәрте тексерістен өткізеді. Келесі кезекте жобаланған механикалық бөліктерді арнайы дәлдігі аса жоғары заманауи станоктардың көмегімен дайын бұйым ретінде жасап шығады. Мұндай қуатты құралдармен жұмыс істеу үлкен біліктілікті қажет етеді. Мысалы, көлемі бір бөлмелі пәтерге татитын мына 3D принтердің өлшемдері мен оның жасап шығарған бөлшектерінің дәлдігі таңғалдырады. Ғарыштық өнімді жасауда біраз ерекшеліктер бар. Оның негізгісі жасалған әрбір бұйым, әрбір кабель, әрбір электронды плата ғарыштың қатал жағдайына төзімді болу керек. Сонымен қатар жасалған бұйымның бір бөлігі істен шығатын болса, оны жүгіріп барып жөндей қою мүмкін емес. Қателікке мүмкіндік болмағандықтан жауапкершілік еселене түседі. Сол себепті де өндірістің келесі кезеңі өте маңызды. Бұл кезеңді ғарыштық аппаратты құрастыру және сынау кезеңі деп атайды. Сіз көріп отқан алып камера ғарыштағы вакуум мен температураны қайталайды. Ал мына жаңғырықсыз камера электромагниттік сынақтарды өткізуге арналған. Сонымен қатар болашақ жасанды жер серіктерінің дірілге төзімділігін, жерден ұшырған кезде зымыранның қозғалтқышынан шығатын алпауыт дыбыстың әсеріне төзімділігін сынайтын арнайы құрылғылар, арнайы камералар бар. Аталған құрылғылардың барлығы әлемнің санаулы елдерінде ғана кездесіп, ғарыштық технологиялардың барлық заманауи талаптарына сай келеді. Дәл осындай күрделі құралдармен тиімді жұмыс істеу үшін компания қызметкерлері шетелдік мекемелерде өздерінің біліктіліктерін арттырып, білімдерін шыңдап тұрады. Осындай сындардан сүрінбей өткен аппараттар ғарышқа ұшырылып, қуатты антенналар және басқа да құрылғылар көмегімен жерден бақыланып отырады. Қазіргі таңда компания қатысуымен жасалып, жер орбитасында түрлі мақсатта қызмет етіп жүрген 3 жасанды жер серігі бар. Біртіндеп таныстырып өтетін болсақ, олардың аттары Казиосат-1, Казиосат-2 және де Казестисат. Олар туралы толығырақ ақпаратты видеодан көре аласыз. Жұмысы жасанды жер серіктермен байланысты болған ғалам компаниясының қысқаша ғана шолу осымен аяқталды. Өз пікірлеріңізді жазып кетіп, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.